Бүгін әдеп жөніндегі кеңестің кезектен тыс отырысы өтті. Жиын барысында кеңес мүшелері екі істі қараған болатын. Оның біреуі облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының орынбасарына қатысты. Екінші іс Ақжайық ауданына қарасты тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Сәкен Ашабаевқа қатысты іс болатын. Комиссия мүшелері аталмыш тұлғаға қатысты тәртіптік жазаны тоқтату туралы шешім қабылдады. Әдеп жөніндегі кеңестің отырыс туралы толығырақ келесі сюжетте. Әдеп жөніндегі кеңес екі бірдей тәртіптік істі қарады. Кеңес мүшелері ең алдымен облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының орынбасары Дүйсентегі мырзаға қатысты істі қараған болатын. Яғни аталмыш басқармада қызмет жасайтын бас маман қосымша жұмыстарды атқарып, жалақысына қосымша үстеме қаржы сұрап, арнайы қызметтік хат жазыпты. Бірақ басшының орынбасары тиісінше жауап қайтармаған. Орал қаласы Турчи ауданы 13 үй 30 пәтердің тұрғыны Ахметованың арыз бойынша Батыс Қазақстан облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасында жоспарлы тыс тексеру жүргізілді. Тексеру барысында қосымша ақы төлеу жөніндегі Ахметованың 2017 жылдың 14 ақпанындағы уақытша болмаған мемлекеттік қызметші міндеттерін атқарып отырғанына бөлімдегі бос вакансия есебінен өз жалақысының 50% мөлшерінде қосымша ақы төлеу туралы қызметтік хаты мен 2017 жылдың 14 қыркүйегіндегі бөлім басшы Қауланованың еңбек демалысына кетіп, өз орнына міндетін атқарушы етіп ешкімді ұсынбауына. Арызда жазылған бәрі дұрыс деп есептейміз, бірақ та мен ол кісімен жұмысқа келгелі білдім. Бірнеше рет өзінің жаңағы бөлім басшыны тыңдамай, ұрысып отырған жерлеріне куә болдым, шақырып бірнеше рет ескерттім. Бұл деген жаңағы бөлім басшыны тыңдау керек, айтылған тапсырма орындалу керек деп. Комиссия мүшелері тәртіптік іс қозғалған тұлғаға қатысты баяндама тыңдап, аталмыш лауазымды тұлғаға туындаған сауалдарын жолдаған еді. Кеңес мүшелері басқарманың орынбасарына ескерту туралы тәртіптік жазаны қолдану туралы шешім қабылдады. Екінші тәртіптік іс Ақжайық ауданының тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысына қатысты болды. Аталмыш лауазымды тұлға өткен жылы тозығы жеткен тұрғын үйге ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу мақсатында мердігер компаниямен келісім шартқа отырады. Құрылыс компаниясы өз жұмысын жоспардағыдай орындамапты. Кейін аталмыш бөлім аудандық экономикалық сотқа шағымданады. Өткен жылы 31 желтоқсанға дейін жөндеу жұмыстарына қатысты заң талаптары сақталған. Алайда мердігер компания өкілдері ағымдағы жылдың сәуір айында істеген жұмысым үшін ақысын төле деп байбалам салады. Шарт бойынша жұмысты бітірген жоқ. Ол мен сотқа беріп, жолшы ретінде шығарып, жылдың аяғында біздің келісім шарттың күші жойылды. Дей тұрған менде осы жылдың 2 ай бойы істеген жұмыстың қаражатын сұрады, істеген жұмыстың қаражатын талап етті мен. Ол енді сол 2 ай бойы біздер соны өлшеп, ол көбірек сұрады, мен сол барып өлшеп, сол істеген жұмыстарының көлемін анықтап, сосын ол кісі өзінің нақты істеген жұмысының ақшасын сұрағандықтан, бізден сол істеген жұмысының көлемін анықтау беруге, себебі сотқа жүгінгенде сол көлемін анықтау керек деп сол маған жүгініп, сол істеген жұмыстың көлемін біз анықтадық. Договор регистрировался, не должен быть вообще акт не должен составлять. Пожалуйста, сотқа беріңіз сөз. Сол уақытта 31 желтоқсанға дейін акт берді, ақшаны сол кезде, сол басқа мен түсінемін, ол шынымен өзінің ақшасына біраз шығындарды шығарып, ол жасады, жұмыстарды жасады, 2,5 миллион. Бірақ ол келісім шарт бойынша жасады. Сол кезде қашан бір айдан кейін жасады ма, акты беріп, формат бар ма, оны толтырып, ақшаны алуға болады еді осы кезде. Сол еді, кетіп қалды ол өзінің кінәсі. Кеңес мүшелері ақылдаса келе Ақжайық ауданына қарасты бөлім басшысына қатысты тәртіптік істі тоқтату туралы шешім шығарды. Ажар Хамитова, Мирболат Жагипаров, Александр Грабарев, ТДК-ға телеарнасы.